Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып бета-лактамды антибиотиктер. Берілген суретте пенициллиннің құрылымы берілген. Пенициллиндердің құрылымында бета-лактамды сақинасы болады. Және барлығымыз білеміз, пенициллиндер ең бірінші антибиотиктер және көп қолдануына байланысты уақыт өте келе көптеген бактериялар пенициллиндерге қарсы резистенттілік дамытқан. Соған байланысты сол бактерияларды жою үшін пенициллиндерге ұқсас басқа антибиотиктер ойлап табылған. Олар цефалоспориндер, карбапенемдер және астрионам. Бұл антибиотиктердің де бета-лактамды сақинасы болады және құрылымы бойынша пенициллинге ұқсас келеді. Сондықтан бұл антибиотиктердің барлығы бета-лактамды антибиотиктер деп аталады. Бета-лактамды антибиотиктердің әсер ету механизмі пенициллиндерге ұқсас. Бұл антибиотиктердің барлығы транспептидазалармен байланысады, немесе пенициллинді байланыстыратын ақуыздармен байланысып, сол ақуыздың жұмысын тежейді. Егер ол ақуыздың жұмысы тежелетін болса, пептидогликанның айқаспалы байланысы болмайды. Сонда ол ақуыз барлығымыз білеміз, алдыңғы лекциядан жасушақ қабырғасының синтезіне қатысады. Егер ол ақуызды тежейтін болсақ, жасушақ қабырғасының синтезі болмайды. Қабырғасы аутолизге ұшырайды, ыдырайды, сосын бактерия өледі. Негізі бұл антибиотиктердің барлығы бактерицидтік әсер етеді және бета-лактамазаға потенциалды сезімтал. Карбапенемдер бізге бұл топқа имипенем, мерапенем, эртапенем және дорипенем жатады. Бұлар бета-лактамды антибиотиктер, пенициллиндер емес, және бұл антибиотиктер көптеген бета-лактамазалардың әсеріне төзімді. Алдыңғы лекциядан білеміз, бета-лактамаза дегеніміз ол бактериялар бөлетін осы антибиотиктерге қарсы арнайы ферменттер. Енді кеңейтілген спектрлі бета-лактамаза бұл кейбір бактериялар, кейбір инфекциялар осы бета-лактамазаны бөледі, бірақ кеңейтілген спектрлі дегеніміз ол өте күшті бета-лактамазаның түрі, және бұл бета-лактамаза көптеген антибиотиктерді ыдыратады. Ағылшынша ESBL деп аталады. Және бұл плазмидті бактериялық ферменттер көптеген бета-лактамды антибиотиктерге резистентті, мысалы пенициллиндер, цефалоспориндер және астрионам. Және бұл бета-лактамазаның түрі негізінен грамм теріс бактерияларды кездеседі, мысалы псевдомоналар, немесе көгерінді таяқша, клепсиелла, немесе эшерика коли, ішек таяқшасы, энтеробактер, сальмонелла, сератия, немесе шигелла. Осы бактериялардың барлығы осы кеңейтілген спектрлі бета-лактамаза ферментін бөледі. Енді осы карбапенемдер, имипенем, мерапенем, эртапенем, осы кеңейтілген спектрлі бета-лактамазаны бөлетін бактериялар үшін таңдаулы препараттар. Бұлар карбапенемдер кең спектрлі антибиотиктер, грамм оң және грамм теріс бактерияларға қарсы әсер етеді, және грамм теріс бактериялардың ішінде, солардың ішінде псевдомоналарға қарсы, көгерінді таяқшалар және энтеробактерияларға қарсы әсер етеді. Және бұл препараттар анаэробтарға да қарсы әсер етеді, соның ішінде бактериодус фрагилис. Және бұл препараттар резервтағы антибиотиктер болып саналады. Көбінесе пенициллиндер немесе цефалоспориндер көмектеспеген жағдайда және ауыр грамм теріс инфекциялар, грамм оң инфекциялар кезінде ауруханада жатқызылған науқастарға негізінен тағайындалады. Имипенем бірінші коммерциялық қолжетімді карбапенем. Бұл препарат бүйректе метаболизмге ұшырайды және бүйректе инактивацияланады. Егер бүйрекке барып инактивацияланып болатын болса, онда имипенемнің бактерияға қарсы әсері жойылады және бүйректе нефротоксикалық метаболиттер түседі. Және бүйректе бұл препаратты метаболизмге ұшырататын фермент ол дегидропептидаза 1. Сол себепті бұл препаратты біз целостатин деген препаратпен қосып тағайындаймыз. Себебі целостатин деген препарат дегидропептидаза ферментін тежейді. Егер бұл фермент тежелетін болса, имипенемнің бүйректегі метаболизмі төмендейді. Метаболизм төмендейтін болса, бұл препараттың бактерияға қарсы әсері жоғарылайды және нефротоксикалық әсері төмендейді. Имипенем, мерапенем екеуі де ескі карбапенемдер, тиімділіктерінде ешқандай айырмашылық жоқ, екеуі де бірдей тиімді. Дорипенем, эртапенем бұлар жаңа карбапенемдер. Дорипенемнің әсері имипенем, мерапенемге ұқсас, ескі карбапенемдерге. Ал эртапенем бұл кейбір кең спектрлі бета-лактамаза ферментін бөлетін бактерияларға, кейбір бактериялар осы бета-лактамазаны бөлетін
кең спектрлі, эртапенемға резистент болып келеді. Бірақ эртапенемнің бір артықшылығы бар, ол күніне бір рет қабылданады, және бұл препарат псевдоноларға қарсы әсері әлсіз болып келеді. Карбапенемдердің жалпы жаңа мәселелері бұлар жүрек айну, құсу, диарея және терідегі бөртпелер әртүрлі. Және бұл препараттар нейротоксикалық әсер етеді, ұстамалар шақырады. Орталық жүйке жүйесінде гамма рецепторларын тежейді. Гамма рецепторлар бұл бізде тежегіш нейрондар. Егер тежегіш нейрондар тежелетін болса, онда қоздырғыш нейрондар іске қосылады да пациентте ұстама шақыру мүмкін. Және көбінесе бұл нейротоксикалық әсері өте жоғарғы дозада препаратты қабылдаған кезде немесе бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде кездеседі. Және басқа препараттармен салыстырғанда мирапенемнің нейротоксикалық әсері төмен болады. Астрионам бұл монобактамды антибиотик, бета-лактам сақинасы басқа сақинаға қосылмаған. Мына жерде астрионамның астрионамның бета-лактамды сақинасы, мынау басқа сақинасы. Ол екі сақинасы болады. Мысалы, пенициллиндерде мына жерде бета-лактамды сақинасы, ал мынау тайзолидин сақинасы. Цефалоспориндерде де мына жерде бета-лактамды сақинасы болады, және мынау басқа сақинасы, екі сақинасы болады. Бірақ ең негізгісі бета-лактамды сақинасы. Енді астрионам қалай әсер етеді? Әсер ету механизмі бірдей. Бұл препарат пенициллинді байланыстыратын ақуызбен байланысады, бірақ пенициллинді байланыстыратын ақуыз 3-пен байланысады. PBP3, PBP3 осымен байланысады. Және бұл жаңағы пенициллинмен байланысатын ақуыздың бұл түрі тек грамм теріс бактерияларда кездеседі. Және әсер ету механизм пенициллиндермен бірдей, пептидогликанның айқаспалы байланысын болдырмайды және бактериоциттік әсер етеді. Бета-лактамазаға шектеулі сезімталдығы бар. Көбінесе кең спектрлі бета-лактамазаны бөлетін бактерияларға жаңағы әсері төмендеу келеді, өйткені осы бактериялардың төзімділігі бар. Және тек грамм теріс бактерияларға қарсы белсенді, себебі жаңа айтып өткен фермент пенициллинді байланыстыратын ақуыздың 3-ші түрі тек қана грамм теріс бактерияларда кездеседі. Грамм 10 бактерияларға әсер жоқ, себебі PBP-мен байланыспайды. Және грамм 10 немесе анаэробтарға қарсы белсенділігі жоқ, және псевдоноларға қарсы белсенді, көк іріңді таяқшаға қарсы белсенді. Көк тамыр ішіне енгізіледі, көбінесе ауруханада жатқызылған науқастарға қолданылады. Астрионам препараты карбапенемдер секілді резервтағы антибиотик, көбінесе пенициллиндер немесе цефалоспориндер көмектеспеген кезде, әсер етпеген кезде осы астрионам препараты грамм теріс бактерияларға қарсы қолданылады. Және аминогликозидтермен бірге синергетикалық әсер етеді, бір-бірінің әсерін күшейтеді. Көбінесе пенициллинге аллергиясы бар пациенттерге қолданылады, себебі бұл препараттың аллергия шақыратын жанам әсері төмен. Цефалоспориндер, келесі бета-лактамды антибиотиктер. Бұл цефалоспориндердің құрылысы пенициллиндерге өте ұқсас. Екеуінде де бета-лактамды сақинасы бар, бірақ айырмашылығы пенициллиндерде тайзолидин сақинасы болады мына жерде, бірақ цефалоспориндерде оның орнына басқа сақина болады. Енді цефалоспориндердің 5 буыны бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші буын. Бірінші буын негізінен грамм 10 бактерияларды қамтиды. Грамм 10, сосын буыны екінші, үшінші, төртінші буын өсе келе грамм теріс бактерияларды қамту жоғарылайды. Бірінші буынға екі препарат жатады, мысалы цефазолин, сосын цефалексин. Бұл препараттар пенициллинге резистентті алтын түсті стафилококкты емдеу үшін әзірленген. Көптеген грамм 10 бактерияларды қамтиды, соның ішінде алтын түсті стафилококк. Бірақ метициллинге резистентті алтын түсті стафилококкты қамтымайды, немесе ағылшынша бұл MRSA деп аталады, бұл бактерияны қамтымайды. Алтын түсті стафилококктың бөлетін бета-лактамаза ферментіне қарсы тұрады, соған тұрақты, бірақ энтерококк және листерияны қамтымайды. Грамм теріс бета-лактамазаларға сезімтал, сондықтан бірінші буын грамм теріс бактерияларды қамтымайды. Негізгі қолданулары хирургиялық жаралар, мысалы тері инфекциялары, сосын цефазолин профилактика ретінде операцияға дейін беріледі. Цефазолин бұлшық етке тағайындалады, цефалексин таблетка түрінде ауыз арқылы ішке қабылданады.
Екінші буын препараттары цефураксим, цефаксетин және цефатетан. Бұл препараттар амоксициллинге төзімді инфекцияларды емдеу үшін әзірленген. Және екінші буын препараттарын грамм теріс бактерияларға әсері жоғарылайды. Өйткені бұл препараттар бета-лактамазаға төзімдірек бірінші буынға қарағанда. Және грамм теріс инфекциялардың ішінде гемофилия инфлюенза, энтеробактер, протей және эшерика коли, ішек таяқшасы, клепсиелла, цератия және гонорея, нистерия гонорея бактерияларын қамтиды. Және анаэробты бактерияларды да қамтиды, соның ішінде бактеридос фражилис. Цефураксин препараты ауыз арқылы қабылданады. Және бұл препарат стрептококкус пневмония және гемофилия инфлюенза бактериялар арқылы шақырылған ортаңғы құлақтың атитын емдеу үшін қолданылады. Және балалардағы зәр шығару жолдары инфекциясын емдеу үшін қолданылады. Көбінесе зәр шығару жолдары инфекциясы ішек таяқшасымен шақырылады. Және үлкен адамдарда ол фторахиноландармен емделеді. Бірақ балаларға фторахиноландарды беруге болмайды. Себебі фторахиноландар балаларда сүйектің немесе шеміршектің өсуін тежейді. Сондықтан көбінесе балаларға цефураксин препараты беріледі. Келесі препараттар цефаксетин және цефатетан. Бұл препараттар көк тамырға тағайындалады. Және бұл препараттарды хламидиозға қарсы доксициклинмен бірге тағайындауға болады. Және аппендиспен ауыратын балаларда операцияға дейін, операция алдында профилактика мақсатында тағайындалады. Бұл ішек таяқшасын қамтиды, немесе грамм теріс және кейбір анаэробтарды қамтиды. Және әдетте бұл препараттар операцияға дейін метридазолмен бірге профилактика мақсатында тағайындалады. Үшінші буын препараттары, бұларға жататын препараттар цефтриаксон, цефатаксим және цефтазидим. Бұл препараттардың грамм теріс инфекцияларды қамту спектрі жоғары. Көбінесе грамм теріс инфекциялармен бөлетін бета-лактамаза ферменттеріне төзімді. Және цефтриаксон, цефатаксим препараттары бұлар псевдомоналарды нашар қамтиды, көгерінді таяқшаларды. Бірақ цефтазидим препараты, бұл препараты псевдомоналарға қарсы активті. Грамм теріс инфекциялар бар ауруханада жатқан науқастарда қолданылады, және ауруханада сепсис немесе пневмонияны емдеу үшін қолданылады. Және үшінші буынның көп препараттары гематоэнцефальды барьерден жақсы өтеді, және миға барып, мида менингитті емдеу үшін қолданылады. Цефтриаксон препараты көбінесе гонорея, гонокок инфекциясын емдеу үшін қолданылады. Гонокок бізде жыныстық жолмен берілетін инфекция. Және менингитті емдеу үшін жиі қолданылады. Менингит стрептококкус пневмония немесе менингокок, латынша нистерия менингитисқа қарсы белсенді. Және гематоэнцефальды барьерден бұл препарат өте жақсы өтеді. Төртінші буын препараттары бұған жатады цефепим. Бұл препарат өте кең спектрлі антибиотик. Бұл препараттар үшінші буын қамтитын барлық инфекцияларды қамтылады, және үшінші буынға қарағанда спектрі кең. Цефепим метицилинге сезімтал 6-шы стафилококкты қамтиды, және көптеген грамм оң инфекцияларын және көптеген грамм теріс бактерияларды қамтиды. Солардың ішінде цефепим псевдомоналарға қарсы белсенді. Псевдомона дегеніміз, қайталайын, бұл көгерінді таяқшалар. Кейбір жаңағы кең спектрлі бета-лактамаза ферментін бөлетін бактериялар осы антибиотикке төзімді болып келеді. Және грамм теріс инфекциясы бар ауруханаға жатқызылған науқастарда көбінесе тағайындалады. Енді бета-лактамазаға антибиотиктердің сезімталдық көрсеткіші пенициллиндер өте сезімтал болып келеді, және көптеген бактериялар пенициллиндерге өте төзімді, резистент болып келеді. Және бірінші буын цефалоспориндер тоже өте сезімтал. Екінші буын, үшінші буын, төртінші буын, буынның жаңа препаранттар өскен сайын, буынның саны өскен сайын, сезімталдығы төмендейді, препараттардың бета-лактамазаға резистенттілігі арта бастайды. Және астрионам, карбапенем препараттары бұлар өте төзімді бета-лактамазаға, және бета-лактамазаны бөлетін өте резистентті инфекцияларға қарсы осы препараттар қолданылады. Бірақ астрионамның бір ерекшелігі, бұл препарат
тек қана грамм теріс инфекцияларға ғана әсер етеді. 5-ші буынның препараты цефтаралин. Бұл препарат мөрсаға қарсы белсенді. Мөрса дегеніміз метицилинге резистентті 6-шы стафилококк. Бұл препарат 2010 жылдан бері қолданылады. Негізі бұл активті емес препарат. Бұл организмге енгеннен кейін белсенді метаболитке айналады. Бауырға барып белсенеді. Және бұл PBP2A мен байланысады, немесе пенициллинді байланыстыратын ақуыздың осы түрі. Бұл түрі тек қана мөрсаға ғана тән. Басқа бета-лактамдардың көпшілігіне аффинитеті төмен болады. Сонда бұл антибиотик негізінен мөрсаны қамтиды. Мөрсадан басқа VRSA деген инфекция бар. Бұл ванкомицинге резистентті 6-шы стафилококк. Осы сонда ванкомицинге резистентті және метицилинге резистентті стафилококктың екі түрін осы 5-ші буын қамтиды. Және кейбір грамм негативті инфекцияларды қамтуы мүмкін, бірақ псевдомоналарға қарсы белсенділігі жоқ. Және тері инфекцияларында және пневмонияда 5-ші буынның препараты тағайындалады. Цефалоспориндерге резистенттіліктің механизмі. Бірінші механизм ол модификацияланған пенициллинді байланыстыратын ақуыздардың түзілуі. Егер бактериялар ақуызды модификациялайтын болса, цефалоспориндер байланысалмайды, әсері болмайды. Екінші, жасуша өткізгіштігінің төмендеуі. Көбінесе грамм негативті бактериялар, барлығымыз білеміз, алдыңғы лекциядан бізде екі мембранасы болады. Сыртқы мембранасы және ішкі мембранасы. Осы екі мембрананың ортасында жасушаның қабырғасы болады, жасуша қабырғасы. Ал цефалоспориндер ол жасуша қабырғасын синтезін бұзатын антибиотиктер. Сол синтезін бұзу үшін олар сыртқы мембранадан ішке өту керек. Осы өткізгіштігін төмендететін болса, онда антибиотиктер цефалоспориндер өте алмайды да олардың әсері төмендейді. Және бета-лактамаза, бета-лактамазаны көбірек бөлетін болса, немесе бета-лактамазаның түрі өзгеретін болса, бета-лактамаза спектрі кеңейетін болса, онда цефалоспориндер жұмыс жасамайды. Енді цефалоспориндердің жанама әсерлері. Бірінші жанама әсері жоғарғы сезімталдық реакциялары, аллергиялық реакциялар. Бұлар пенициллиндерге ұқсас келеді. Бұл жанама әсері анафилаксияны шақырады, макулопапулезді бөртпе, гемолитикалық анемия, интерстициальды нефрит және Стивен-Джонсон синдромы немесе токсикалық эпидермальды некролиз шақырады. Келесі жанама әсері ол К витамин тапшылығы. К витамин екі түрі болады, К1 және К2. К1 витамині бізде тамақ арқылы түседі организмге, көбінесе жасыл және жапырақты көкөністерден түседі. Және К2 витамині ол ішекте микрофлора арқылы синтезделеді. Ішектің микрофлорасын бактериялар сол К2 витамин синтездейді. Егер цефалоспориндерді қолданатын болса, антибиотиктер бұлар ішектің микрофлорасын жояды. Ішектің микрофлора жойылатын болса, онда К витаминінің өндірісі төмендейді. Ал біз барлығымыз білеміз, К витаминінің негізгі қызметі организмдегі ол қан ұюға қатысады. Егер К витамині азаятын болса, нәтижесі қан ұюдың уақыты жоғарылайды, қан ұйымайды дұрыстап, және қан кету қаупі жоғарылайды. Көбінесе варфаринді қабылдайтын науқастар үшін бұл проблема. Себебі варфарин бізде қан ұюды тежейтін препарат, қанды сұйылтатын. Көбінесе инсульт, инфаркттың алдын алу үшін профилактика ретінде қолданады. Егер цефалоспориндерді қолданатын болса, варфарин қолданып жүрген пациенттер, онда қан кету қаупі жоғарылайды. Бірақ бұл К витамин тапшылығы тек қана цефалоспориндерде ғана байқалмайды. Кез келген антибиотик бұл жанама әсерді шақыруы мүмкін. Себебі көптеген антибиотиктер біз барлығымыз білеміз, қалыпты микрофлораны өлтіреді. Соған байланысты К витамин тапшылығы кез келген антибиотикте болуы мүмкін. Басқа жанама әсері ол гипопротромбинемия. Бұл негізінен цефалоспориндерге ғана тән жанама әсер. Бұл неге байланысты? Бұл N-метилтиотеразол деген бүйірлік тізбегімен байланысты. Мысалы, мынау цефатетан антибиотигі, цефатетан антибиотигінде мынандай арнайы бүйірлік тізбегі бар. Ол айтып өткен N-метилтиотеразол. Цефатетаннан басқа цефазолин антибиотигінде де сондай бүйірлік тізбегі болады. Және бұл бүйірлік тізбек ол бауырда эпоксид редуктазаны тежейді.
бұның әсері варфаринге ұқсас. Варфаринде бауырда бізде эпоксид редукциядан тежейді. Енді бұл қандай фермент? Бұл фермент бауырда қан ұю факторларын синтезіне қатысатын фермент. Егер бұл фермент тежелетін болса, онда бауырда қан ұю факторларының синтезі төмендейді. Егер қан ұю факторларының синтезі төмендейтін болса, онда қан дұрыстап ұйымайды. Қан кету қаупі жоғарылайды. Және қан ұю уақыты жоғарылайды. Бірақ бұл әсер қайтымды, бұл эффект қайтымды, бұл эффектті К витаминімен қайтаруға болады. К витамині мынау ферментті қайттан іске қосады, активтендіреді. Бұл жанама әсер көбінесе дұрыс тамақтанбайтын, жаңағы А витаминозбен ауыратын, жаңағы витамин жетпейтін пациенттерде көбінесе кездеседі. Келесі жанама әсер аминогликозидтер деген антибиотиктердің тобы бар. Және бұл антибиотиктер нефротоксикалық әсер ететін антибиотиктер. Және бұл антибиотиктерді егер цефалоспориндермен қосып беретін болсақ, онда нефротоксикалық қаупі жоғарылайды. Сонда цефалоспориндер аминогликозидтердің нефротоксикалық әсерін күшейтеді. Келесі жанама әсер ол дисульфирам реакциясы. Қазір толығырақ айтатын болам, дисульфирам деген не екенін. Бұл цефалоспориндерді алкогольмен бірге тұтынған кезде, бірге қолданған кезде пайда болады. Пациентте көптеген жанама әсерлер байқалады. Ол жаңағы тердің қызаруы, терінің жаңағы қызуы, терлеу, бас ауыру, бастың айналуы, сондай көптеген жанама әсерлер болады. Ол жанама әсерлердің себебі ол ацетальдегид дегидрогеназаның тежелуіне байланысты. Егер бұл фермент тежелетін болса, онда ацетальдегид организмде жиналады, и ацетальдегид осы жанама әсерлер тудырады. Көбінесе цефапиразон, цефамандол және цефатетан антибиотиктеріне бұл жанама әсер тән. Бұл жанама әсерді түсіну үшін этанолдың алмасуын қысқаша талқылап өтейік. Этанол, спирт, организмге түскеннен кейін бауырға барып, бауырда алкоголь дегидрогеназа деген ферменттің әсерінен ацетальдегидке айналады. Ацетальдегид, альдегид дегидрогеназа ферменттің әсерінен сосын ацетатқа айналады. Ацетат сосын организмнен сыртқа шығып кетеді. Енді дисульфирам деген препарат бар. Жаңа алдыңғы слайдта көрсетілген дисульфирам препараты. Бұл препарат қалай әсер етеді? Бұл препарат альдегид дегидрогеназа ферментін тежейді. Егер бұл фермент тежелетін болса, ацетальдегид жаңағы организмде жоғарылайды. Бұл жоғарылағаннан кейін әртүрлі жанама әсерлер жаңағы тудырады. Бұл улы зат болып саналады. Бастың ауруы, бастың айналуы, терінің қызаруы, терлеу, тахикардия, әртүрлі симптомдар байқалады пациентте. Және бұл препарат негізінен алкоголизммен ауыратын, жаңағы алкоголизммен көп алкогольді тұтынатын пациенттерді емдеу үшін наркодиспансерде наркологтар қолданады осы терапияны. Және цефалоспориндер дәл дисульфирам секілді әсер етіп, альдегид дегидрогеназа ферментін тежейді. Егер бұл ферменті тежелетін болса, онда ацетальдегид жоғарылайды да, жаңағы көрсетілген барлық симптомдарды жаңағы пациентке шақырады. Дәл дисульфирам секілді әсер етеді, сондықтан бұл жанама әсер дисульфирам реакциясы деп аталады. Бұл жанама әсердің негізгі механизмі ферменттің тежелуі, соған байланысты ацетальдегидтің организмде жиналуына байланысты. Осымен бүгінгі лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.